Сәлем, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге етті үй жағдайында қалай маринаттауға болатынын көрсететін боламын. Ең алдымен біздегі жаңадан сойылған қойдың еті осылай жуып бөлшектеп аламыз, турап, майдалап. Бұл етті кез келген тамаққа қолдана берсек болады. Бешбармақ, плов және сорпа тамақтарына да қолдансақ болады. Осылай ыдысқа салып, турап аламыз және маринаттауға қажетті заттар: тұз, бұрыш, сарымсақ қажет болады. Бір бас сарымсақты осылай ашып аламыз және майдалап турайтын боламыз. Осылай 4 басын мен майдалап турап қостым. Етіңіздің көлеміне қарай сала бересіз. Етіңіз көп болса, бұдан да мөлшерін көбейте беруге болады сарымсақтың. Және үстінен етіңіздің көлеміне қарай тұз саласыздар. Және үстінен қара бұрыш септім. Осының барлығын жақсылап араластырып, қолымызбен мұжып, міне маринаттаған етіміз осылай болып шығады. Осылай арнайы контейнерлерге салып, немесе банкеге салып, бетін жауып, холодильникке салып қойсаңыздар болады. Бір немесе 2 күнге қойып, кез келген тамаққа қолдана бересіздер. Тамақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Менде осында 2 контейнер артығын осында 2 контейнерге салып, холодильникке салып қоямын. Қажет кезде алып қолдана беремін. Осылай маринатталған еттеріміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Кез келген ет түрімен жасап көруге болады. Мендегі қой етінен жасалған маринаттау түрі жылқы етімен де, сиыр етінен де жасап көруге болады осылай. Рецепт ұнаса, каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар.